Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге тарталетканың екі түрлі рецептісін ұсынамын. Қажетті құрамдар: сәбіз 1 дана, баклажан 1 дана, пияз 1 дананың жартысы, сарымсақ 1 дана, аскөк, өсімдік майы және де тұз. Пиязымызды екіге бөліп, ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып аламыз. Содан кейін үкіштен сәбізімізді өткіземіз. Содан кейін баклажанымызды видеодағыдай көрсетілгендей турап аламыз. Баклажанымызды 15 минутқа тұзды суға салып қоямыз. Қызып тұрған сковородкамызға өсімдік майын құямыз. Содан кейін пиязымызды саламыз. 5 минуттай пиязымызды қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді салмамызды басқа ыдысымызға салып қоямыз. Тағы да өсімдік майын құямыз. Қызып тұрған табамызға баклажанымызды саламыз. Баклажанымызды қуырып аламыз дайын болғанша. Енді салмаларымызды суытамыз. Енді сарымсағымызды чеснокодавкадан өткіземіз. Аскөктерімізді турап аламыз. Енді аскөгімізді ыдысымызға салып аламыз. Салмамызды енді блендерден өткізіп аламыз. Алдыменен блендердің ішіне сәбізімізді және пиязымызды салып аламыз. Оның үстінен қуырылған баклажанымызды саламыз. Жақсылап блендерлейміз. Осындай салма шығу керек. Енді салмамызға кішкене тұз саламыз. Сарымсақ саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тарталеткаларымызды аламыз. 2-3 ас қасықтай салып аламыз. Тарталеткаңызға байланысты салмасын саласыздар ғой. Енді аскөкпенен безендіреміз. Және де сыр үстінен саламыз. Енді тарталеткамызды тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Енді келесісін жасаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Бөлек ыдысымызға саламыз. Маринадталған шампиньонымызды турап аламыз. Содан кейін пияз және маринадталған шампиньонымызды қуырып аламыз. Isып тұрған табамызға өсімдік майын құямыз. 1 дана пиязымызды саламыз.
жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен маринадталған шампиньонымызды, яғни саңырауқұлақтарымызды салып аламыз. Жақсылап араластырамыз. 5-10 минуттай құрып аламыз. Салмамыз дайын болды. Суытып аламыз. Содан кейін ақ уызымыз бенен сары уызымызды бөлек ыдысқа саламыз. Алдыменен ақ уызымызды үкіштен өткізіп аламыз. Содан кейін сары уызымызды өткіземіз. Майонез және тұз бәрін араластырамыз. Саңырауқұлақтарымызды ыдысымызға саламыз. Содан кейін жұмыртқамыздың ағын салып аламыз. Тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді тарталеткаларымызға салып аламыз. 2 ас қасықтай салсаңыздар жеткілікті. Тарталеткаларымызды енді әрлейміз. Алдыменен жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Қолмен де сала берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Тарталеткаларыңызды холодильниктің ішіне 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Сіздерменен болған Наргиз.